Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен қиял мен шындық бөлімінде берілген Жүніс Сахиевтің Айдағы жасырынбақ әңгімесі бойынша ғарышты зерттеу тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымызда сюжеттік желі бойынша тірек сөздерді пайдалана отыра детальдарға мән беретін боламыз. Тірек сөздерге келейік. Қиял. Бұл әңгіме Мергеннің қиялынан туды. Сартай, Мерген, Мергеннің әкесі планетолог Ертілес үшеуі ғалымдардың арнайы кемесімен Айға барған. Осындағы деталіміз планетолог. Ендеше планетолог дегеніміз кім? Планетолог планеталар мен олардың серіктерінің физикалық қасиеттерін, химиялық құрамын, бетінің құрылымын, ішкі және сыртқы қабықтарын, сондай-ақ олардың қалыптасу және даму шарттарын зерттейтін ғалым. Келесі тірек сөзіміз жазғы демалыс. Бұл оқиға жазғы демалыс кезінде болды. Ғарыш кемесі. Бұл әңгімеден ғарыш кемесі туралы біз мынандай мағлұмат алдық. Біз Айға ғалымдардың арнайы кемесімен бардық. Жер мен екі арадағы геосинхронды, геостационарлы деп аталатын айналым жолдарды артқа тастаған соң қонуға дайындалдық. Отырған орындығымызды тікейтіп, белдігімізді байладық. Соны күткендей ғарыш кемесінің дүрілі күшейіп, бейтаныс ғаламшар табиғатына қарай құлдилай берді. Осы үзіндідегі кірме сөздердің мағынасын Қазақ әдебиеті оқулығының 137 бетінде берілген сөз сандық айдарынан біле аласыздар. Келесі тірек сөзіміз Ай. Ай планетасында дауыл мұхиты, жаңбырлар теңізі және дағдарыс теңізі туралы айтылады және көптеген қазан шұңқырлар туралы айтылады. Сонымен қатар Ай термометрі 200 градусты суықтықты білдіреді екен. Келесі тірек сөзіміз саяхат. Жер есебімен 2 тәулік өткенде қалашы орналасқан аймақ жарықтанды. Бірақ жердегідей емес, тас қараңғы ғарыштағы күнге шағылысқан бір домалақ дененің бетіне сәуле түскенде ғана көрініс. Не көгілдір көкжиек жоқ, не аспанды шарпыған әсем бұлт жоқ. Күннің сәулесі де шашырамай бажырая қалған. Көз қарықтырады. Осындағы деталь ол қалашық. Әңгіме барысында Мерген ғарыш айлаққа түскеннен кейін оларды арнайы көлікпен алып, ғалымдар үйіне апарғанын айтады. Міне осы ғалымдар үйі қалашықта орналасқан, яғни балалардың саяхаты қалашықта болған. Келесі тірек сөз көлеңке. Ай бетінде қазан шұңқырлардың көп екені бәрімізге белгілі. Біз қалашық орналасқан дағдарыс теңізінің тегіс деген жерлерімен жүрдік. Сөйтіп шағын бір шұңқырға тап болдық. Ол оншалықты терең емес екен. Қарайған көлеңкесі де әлі де болса бір жағына жантайып, қаратушы төгілген сауыттай болып жатыр. Өздеріңіз аңғарғандай, көлеңке ол қазан шұңқырлардан пайда болған. Енді жасырынбақ тірек сөзін түсіндірмес бұрын оқиға картасы арқылы пайдаланып көрейік. Екі оқушы шұңқырға келеді. Сол кезде Мергеннің ойына шұңқырға бір түсіп көрсем қайтеді деген ой келеді. Сол кезде жазушы шұңқырды былай деп сипаттайды. Шұңқырдың іші үлкен, кен әрі тегіс екен. Сол кезде оның үлкендігінен жартылай көлеңкелі болады. Соған Мерген түсіп көреді. Сартай Мергенді таппағаннан кейін оның бойында қорқыныш үйелейді. Оны біз мына сөйлемнен байқаймыз. Көлеңкеден шықшы, деді енді Сартай дегбірсізденіп. Мерген шыққан кезде ол қолынан ұстап алып құшақтай жөнеледі. Бұны түсінген балалар бір ойынды ойнамақшы болады. 50 саны нені білдіреді? Яғни балалар 50-ге дейін санап жасырынбақ ойнамақшы болады. Жасырынбақ ойнап, қызықтары таусылғаннан кейін үйлеріне, яғни қалашыққа келеді. Сөйтіп олар кешке жақын ешқашан ойымызға келмеген жасырынбақ ойын ойнадық дейді. Келесі тірек сөзіміз табиғат. Жеріміздегі атмосферамыздың, гидросфера мен биосферамыздың тазалығын ойлайықшы деп үндеу тастайды Мерген мен Сартай.
Бұл үндеуге үлес қосқан ертілес те былай дейді: табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында. Планетологтың сөзі тек қана екі балаға емес, бұл әңгімені оқып отырған барлығымызға арналғандай. Ендеше тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Планетолог ертілес айда қандай ғылыми зерттеулер жүргізді? Планетолог айдағы көлеңкенің пайда болу себебін қалай түсіндірді? Ғарышты зерттеуші ғалымдарымыздан кімдерді білесіздер? Құрметті оқушы, осы 3 сұраққа жазбаша жауап беріңіз. Бүгінгі сабақтың мазмұны түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін.